бәрі де құр елес бос енді, болмаймыз ешқашан біз жақын дос енді, жүректі қинайды қайтейін, хош енді, хош енді, хош енді, хош енді. Бірінші қазан күні «Хош енді» әніне түсірілген бейнебаянын қалың көпшілікке ұсынған Кеш Ю тобы араға аз ғана уақыт салып тағы бір клип таспалады. Алдыңғы жұмыстың сценарийі сынға ұшырағаны ешкімге жасырын емес. Егіз бауырдың бірімен жүріп, байқаусызда екіншісімен көңіл қосқан аруға көрермендер біраз комментарий жазып қалдырды. Жаңа жұмыс барысында осы олқылық жөнделді ме? Онда сценарий бар ма? Әлде тек тректен тұра ма? Жалпы Кеш Ю тобы бейнебаяндарын жасырын түсіргенді ұнататын ұжым. Бар жаңалықты тек топтың ресми аккаунтынан біліп отыруға болады. Сол жерге пижама киген арулардың суреті жүктеліп, оны көрермендер өте жылы қабылдады. Әнші қыздардың айтуына қарағанда, жаңа ән мүлдем өзгеше бағытта жазылған. Мына бір үзіндіге назар аударайық. Балауса поем. Кеш Ю тобының музыкалық продюсері Бағым Мұхиддинова той әндерін аса жаратпайтынын ешқашан жасырған емес. Ендеше бұл туындыны қалай түсінуге болады? Баян Мақсатқызы топтың бағытын өзгертуге шешім қабылдады ма? Әлде бұл арнайы тапсырыспен жазылған ән бе? Жаңа бейнебаянды Кеш Юдың жанкүйерлері қалай қабылдайды? Бұл сұрақтардың жауабын бірер күннен соң бейнебаян тұсаукесерінен кейін білетін болармыз.